Сәлем, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Қазір біз сіздермен фруктовый салат, жемістерден салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: апельсин, киви, алма, банан және де йогурт. Сіздер кез келген жеміс ала берсеңіздер болады. Өте дәм шығатынына сенімдімін. Ендеше тазалап алайық. Мінекей жемістерімізді тазалап алдым. Енді барлығын үлкен көбіктеп тураймыз. Енді туралған жемістерімізді мискамызға саламыз. Енді үстіне йогурт қосамыз. Мен мынандай йогурт қосам. Сіздер кез келген йогурт қоса берсеңіздер болады. Сонымен достар, біздің салат дайын. Өте дәмді шығады. Сіздер диетада немесе дұрыс тамақтануды үшін жай ғана күшті салат жегілеріңіз келсе, осы салатты жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Мен 5-ші сыныпта осы салатты чай печеге апарған кезде менің сыныптастарым қатты таңғалған, оларға өте үлгі сұраған. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау шайын басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын, сау болыңыздар.